Примерно қазір 3-4 сағат өтті, маған ақша келіп түсті. Мысалы қазір трансфер көрсек болады, маған $4.85 келіп түсті. Комиссиясы бар екен кішкене. Қазір трансфер кіріп тексеріп көреміз. Міне қазір менде $62 тұр. Міне көргендеріңізде бүгін $4.85 келіп түскен. Проект дәл қазір ақша төлеп тұр. Қайырлы күн, мен бүгін сіздерге бір ақша табу жолын айтатын боламын, бірақ ол ақша табу жолына міндетті түрде ақша салу керек. Мен өзім ақшамды салдым, және де қанша уақытта өзім ақшамды ақтап ала аламын, негізінде ақтап алуға бола ма, бұндай проекттерге ақша салу қажет па, солар жайлы айтып беретін боламын. Және де осы видеода розыгрыш болады. Розыгрыш 4000 теңгеге, яғни әр адам 1000 теңгеден 4 адам ұтып ала алады. Бірақ условия сәл өзгешелеу. Осы видеоның орта жағында примерно қандай условия екенін айтып беретін боламын. Сол себепті де видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, просто розыгрыш үшін соңына дейін көріп, лайк басып, коммент жазып кетсеңіздер болады. Қараңыздар, менің телеграм каналымда тұрған ссылкадан тіркелесіздер. Одан кейін юзернейм жазасыздар ең үстіне. Одан кейін осы жерге Қазақстан таңдайсыздар. Қазақстанды таңдап болғаннан кейін номер жазасыздар. Одан кейін пароль жазасыздар. Одан кейін парольдарыңызды қайталап жазасыздар. А рефкод деген жерде менің рефкодым тұрады, оған тиіспей ақ қойсаңыздар болады. Одан кейін регистр ноу дейсіздер. Яғни регистрация жасау деген басасыздар. Одан кейін қазір мен өзімнің аккаунтыма кіріп, ары қарай жалғастыратын боламын. Ал енді қараңыздар, мен өзімнің аккаунтыма кірдім, и бұл жерде сразу осындай ақпарат шықты. Бұл жерде типа осынша комиссия аласыз 8%-ға дейін, и осындай проценттерін жазып шыққан. Мен қатты түсінбедім. Былайша айтқанда қатты түсінудің де қажеті жоқ. Просто копировать етіп переводчикке де сала алмайсыздар. Мен қазір өзім түсіндіріп беретін боламын. Қараңыздар, бұл жерде ең бірінші дәл осындай терезе шығады. Май деген жерге кіреміз. Менде дәл қазір көргендеріңізде $105 бар. Мен бұл жерге $100 салдым. Мен өзім салған жоқпын. Маған просто осы сайт жайлы түсіріп бер деген адам салып берді. Я, шынымен. Және де мен оны шығара алмаймын. Үстіндегі комиссиясын ғана шығарып аламын. Бұл жерге қалай ақша саласыздар? Ең бірінші қараңыздар, типа research деген жерге кіресіз. Одан кейін мен негізінде өзім салмағандықтан қанша салу керек екенін білмеймін. VIP-1-ге по идее $100 керек. Мысалы $100 басамыз. Одан кейін копировать етіп аласыздар адрес, и все, трансвалетке келесіздер, немесе Binance-қа, өздеріңіз білесіздер қай жерден қалай салу керек екенін. Сосын барасыздар, отправить деген басасыздар, жазасыздар и скрин жасап аласыздар. Скрин жасап болғаннан кейін осы жерге скрин саласыздар. Просто файлдан скрин саласыздар. Одан кейін осы хэш деген жерге хэш жазып шығасыздар. Хэш транзакция копировать етіп алып, транзакция жасап болғаннан кейін хэш транзакция бар, соны копировать етіп алып, просто выставлять етесіздер. Но ол ешкімге керек деп ойламаймын қазір. Сосын қараңыздар. Бұл жерде біз мына VIP 0, VIP 1 и типа VIP 2 деген нәрселер бар. Мысалы қазір менде VIP 1. Сол себепті де мен VIP 1-ді басамын. Одан кейін қараңыздар. Мен 86 ордер ағам. VIP 1-мен сіз 45 ордер аласыздар. VIP 1-мен примерно күнде $3 дейін табуға болады. Мысалы бір апта жасайтын болса, ол ақшаңыздың 25-30%-ын ғана ақтап аласыз деген сөз. Ал если 2 апта жасаса, мүмкін жартысын ақтап аласыз. Бір айда примерно өзімнің ойымша қайтарып алуға болады ақшаңызды ары қарай. Табыс табасыздар. Крап деген басамыз просто. И менде 4 қана ордер қалған. Атиге мен алдын ала айландырып қойдым барлығын. Қазір сол 4 ордерді айландырып шығам. Одан кейін ақша шығарып көретін боламыз. Көргендеріңізде бұл жерде типа осы шалбар $44-ға сатылды. Маған комиссионный $0.12 берді. Примерно сондай. Негізінде бұлардың барлығы өтірік. Көргендеріңізде сайт өте нашар жасалған, дұрыс жасамайды, жай. Мен дәл қазір мен екінші күндік ордерім бітірдім, яғни күніне 45 ордер таба аламын. Міне көргендеріңізде. Міне мен 2 күн бойы бұл сайтта жұмыс жасадым, және де бірінші күн $2-де $86 таптым, екінші күні $2-де $99 таптым. Примерно $3 айналасында болады. Ал енді бұл одан бөлек бұл жерге достарымыз шақырсақ болады. Типа қазір көрсем, міне Friends Event деген басамыз. Өзіміздің ссылкамызды копировать етіп алып, достарымызға таратамыз. Ал енді қараңыздар, розыгрыш қалай? Осы сайттың ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Сіздер бұл сайтқа ақша салу керек емессіздер. Жай ғана осы сайтқа тіркеліп, менде телеграм каналға комментариясына өзіңіздің осы сайтқа тіркелген номеріңізді жазып жіберсеңіз болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Солардың арасынан мен 4 адамға 1000 теңгеден салып жіберетін боламын. Розыгрыштың заңы осы. Просто типа мен телеграмға кіресіз, ссылканы басасыз, 2 секунд регистрация жасайсыз и
бұл сайт жайлы ұмыта салсаңыз болады. Ары қарай просто менің чатым бар, Jugo деген. Сол чатқа осы сайтқа тіркелген номеріңіз жазып жібересіз. Және де өтірік номер тіркей берсеңіздер болады па үйге. Ал енді қазір мен бұл жерде одан бөлек типа осы приложениясын тартып алуға болады. Androidқа, iPhoneға екеуіне де бар екен. Енді қазір мен ақша шығарып көретін боламын. Ол үшін withdraw деген басамыз. Жоқ, қазір менде персональный инфоға кіреміз. Одан кейін бұл жерге біз транзакция пароль қою керекпіз ең бірінші. Бұл транзакция пароль деген типа әр транзакцияда осы пароль жазамыз. Одан кейін одан бөлек withdraw метод, яғни withdraw метод таңдау керекпіз. Біз типа қай жерге шығаратынымыз міне тұр, USDT адрес. Қазір мен барлығын толтырып шығамын. Мен дәл қазір мен барлығын толтырып шықтым, типа данныйларымды. И енді қазір осы жерге транзакция паспорт қойып Sambat деген басатын боламын. Мен дәл қазір мен барлығын сақтап жеттім. Енді ақша шығарамыз, withdraw деген басамыз. И осы жерге транзакция паспорт жазамыз. Және де бұл жерге қанша шығаратынымызды жазуымыз керек. Мен қазір 5-те типа 85 деп жазамын. Нүкте қойылмайды екен. Бүтір қойылады. 585 деп жазамын. Одан кейін осы жерге транзакция паролін жазамын и confirm ақша шығарып көретін боламын. Міне менде дәл қазір ақша кетті. Ақша примерно 24 сағат ішінде келіп түседі деген, бірақ ертерек түсу керек. Бұл жерден шынымен де 100% ақша шығады. Әзірге ол бір апта немесе 2 аптада бұл сайт жабылып қалуы мүмкін. Сол себепті риск бұндай сайттарда өте жоғары. Және де мен басқа видеоларын көрсеңіздер болады. Ол жерлерде мен 90% ешқандай ақша салмай ақша табу жолдарын түсіремін.